Қайырлы күн, құрметті оқырмандар, сіздермен арайлым. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып өтіңіздер, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Бүгін қазіргі таңда хит болып жатқан маклюбе тағамын дайындаймыз. Ең алдымен қажетті заттарымыздың барлығын тазалап жуып, дөңгелекше етіп кесіп алдым. Етімізді қана төртбұрыштетіп турадым. Ең алдымен етімізді қызып тұрған табамызға 2-3 қасық ас көлемінде майымызды құйып, етімізді жақсылап қуырып алу қажет. Менімен бірге жасап көріңіздер, өте ерекше тойымды тағамдардың бірі. Етіміз қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Кішкене қуырғаннан кейін еттің өзінің кішкене сөлі бөлініп, әдем болып қызарып шығу қажет. Мінекей, менде солай қызарып пісті. Енді осының үстінен кішкене су құямыз. Кішкене су құйып, крышкасын жауып, 5 минут көлемінде таза пісіріп алу қажет. Отты баяу қоямыз. Енді екінші қызып тұрған табамызға картошкаларымызды салып, екі бетін қызартып қуырып аламыз. Екі бетіне ауыстырып, қызартып, құрғақ салфеткамызға алып жайып қоямыз, майын сіңгіріп алу үшін. Мінекей, мен картоптарым қызарды, екі беті де бірдей болды. Енді осынымызды құрғақ салфеткаларымызға алып жайғастырып қоямыз. Осы майымызға келесі сәбізімізді салып аламыз. Сәбізімізді де екі беті қызарғанша қуырып аламыз. Картоп пен сәбіздің пісуі маңызды емес, тек қана екеуі қызарса жеткілікті. Қатты жұқа қылып жүрмеңіздер, жұқа болса күйіп кетуі мүмкін. Менің бір-екі көкөністерім қатты жұқа болып қапты, кішкене күйіңкіреді. Мінекей, сәбіздерім де дайын болып қалды. Енді бұларды да алып, құрақ салфеткаға қойып шығамыз. Майын сіңіріп алу үшін. Енді қызып тұрған майымызға күрішімізді салып, 5 минут көлемінде араластырып қуырып аламыз. Үстінен қайнап тұрған суымызды құямыз. Күріштің бетінен кішкене шығып тұру керек. Оның үстінен паприкамызды және дәміне қарай тұзымызды септік. Куркума немесе паприка рең беру үшін пайдалансаңыздар болады. Мінекей, осылай жақсылап араластырып, үстін жауып, 15 минут көлемінде баяу отқа қойып қоямыз. Осы уақытта кастрөлімізге кішкене май құйып, оның үстінен пиязымызды дөңгелекшеп қойып шықтық. Оның сәбізімізді қойдық. Сәбіздің үстінен етімізді шет-шетке шығарып қойғандарыңыз дұрыс. Төңкерген кезде әдемі көріну үшін етіміздің үстінен картопымызды бір кетіп жайып алдық. Міне, күрішіміз дайын болды. Өте шашыран қылып пісті. Күрішімізді бір кетіп нығыз етіп жайып шығыңыздар. Барынша басқандарыңыз дұрыс. Енді осының үстінен жаңа етімізден қалған суын құйып, 15-20 минут көлемінде баяу отқа бұқтырып қоямыз. Мінекей, дайын болды. Осылай үлкен табақ легенімізге табағымызды аударып, осылай қасықпен ұрып, барлық жері түсу үшін асықпай, жай табағымызды екі шетінен ұстап аламыз. Өте нығыз қылып салыңыздар, сол кезде формасын ұстайды. Мінекей, тағамымыз төгілмей формасын ұстап түсті. Енді осының шет-шетіне салатымызды салып шығамыз. Салаттың жанына айран құйсаңыздар болады. Біздің үйдегілер айранды ұнатпағандықтан айранды бөлек ыдысқа ұсындым. Сіздер де солай бөлек ыдысқа ұсынсаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте тойымды ерекше тағамдардың бірі. Керемет болып шықты. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып өтіңіздер. Алдағы уақытта түрлі рецептермен бөлісетін боламын.